Бүгін бізде алма компотын дайындаймыз. Алма және шие. Компотымызға табиғи өнімдер, яғни алма қағым, жалбыз. Бұл жалбызымыз кептірілген жалбыз былтырғы, бірақ менде аз ғана қалғандықтан мен биылғы жалбызды алдым. Алынған шиенің сүйексіз шие бар енесінің қою шиелерін ғана алдым. Одан кейін құмшие суым қайнап жатыр. Енді негізі суды қайнатпай тұрып та салуға болады. Ол әркімнің өз еркі. Қалай қайнатамыз десеңіз де, мен алма қағымды саламын. Алма қағын бір-екі минут өзі алманың өзін бір қайнатып аламын. Енді алма қағымызды мына қайнады. Осыдан кейін кептірілген жалбыз. Осы кептірілген жалбызды міндет аламын. Араластырып жібереміз. Мына жерде өздеріңіз енді судың мөлшеріне қарай әртүрлі грамдап қосуға болады. Мен құм шекерді сол шекерін мына жерде кастрюля менің үлкен. Енді мен мына жерде аз болады деп тағы да мен мынау жаңа өскен биылғы көктемгі жалбызды қосамын. Енді осылардың бәрін жауып, қақпағын жауып, тағы да бір 3 минут өзім бір қайнатып аламын. Суға дәмі шығып қайнады. Алмамыз бен жалбызымыз бір араластырып көреміз. Алмаларымызды көрсеңіздер, түрінде өзгеріс бар. Міне бойына суды сіңіріп, міне суға, яғни сусынымызға демі дәм беруде. Келесі міне өздеріңізге айтқандай, осы жерде айтып кететін нәрсе, біздің тосамыз құмшекермен дайындалған дәмді, тәтті. Сол себепті мен жаңа құмшекерді аздап қосқаным осы. Өйткені суым көп болса да, мен тосапта дәм тәтті болғандықтан, мен сол себепті мен тосапты қосып жатырмын. Сол себепті де мен әдейі құмшекерді аса көп қоспадым. Дәмді қатты тәтті болып кетпей, шөлді қандыратындай дәмді болу керек. Аса қатты дәмді болудың қажеті жоқ. Міне тосабымызды салып жатырмын. Жайлап қана тосабымызды саламыз. Қажет болса. Содан кейін сусынымызды бір араластырамыз. 15 минут қайнатамыз. Содан кейін міне біздің алма компотымыз, яғни алма сусыны дайын болды. Басаға құйып, түріп көріп тұрғандайыңыздар, өте тәбетті ашарлықтай